сәлем көрермен, сізден бірге мен Расынхан, менің арнама қош келдіңіздер. Сонымен қазір жаздың ортасы, көбі ұбт тапсырып жатыр, немесе уже тапсырып болды, яғни жатақханаға дайындалатын кез. Сол себептен мен осы видеоны түсіріп жатырмын. Өзім 1,5 жыл бойы жатақханада тұрдым, қазір уже квартираға көштім. Дегенмен сендерге айтарым, бөлісетін заттарым өте көп, сондықтан ыңғайланып отырыңдар. Және менің арнамда бірінші рет болсаң тезірек тіркеліп кет, себебі осы сияқты қызықты және пайдалы видеоны еш жерден таппайсың. Сондықтан тезірек тіркел. Сендерге жеңіл болу үшін мен осындай чек-лист дайындадым. Оны осы видеодан қазір түсіндіріп бәрін айтамын. Барлық заттарға жеке-жеке тоқталамын. Және сендер өздерін не толықтыру керек, немесе мен ұмытып заттарым болса, онда оны комментарияға жаза аласыңдар. Сонымен осы видеоның соңына дейін көр және барлығын түсіндірем деген үміттемін. Сонымен бірінші кеңестерге көшейік. Бірінші кеңес ол жатақханаң жайлы толық ақпаратпен ережелермен таныс болу. Себебі әртүрлі жатақханаларда әртүрлі ережелер бар. Мысал ретінде кейбір жерлерде чайник, тефаль алып баруға болмайды. Вообще ешқандай заттарды алып баруға болмайды, там техника жағынан. Ал кейбір жерде рұқсат етілген. Сондықтан өзіңнің баратын жатақханаң жайлы ақпарат толықтай алып ал. Оны сен документ тапсырып жатқанда барып сол жақтағы комендант апайлардан сұрай аласың, немесе өзіңнің бұрынғы бітіріп кеткен немесе 1-2 жыл стажактарыңнан үлкен солардан сұрай аласың, общагада тұрып жатқан, вообще қалай, қандай нәрселерді апаруға болады, жағдай қалай, холодильник бар ма, стиралка бар ма деген сияқты. Сондықтан толықтай өзіңнің баратын жеріңді меңгеріп ал. Екінші кеңес өте көп зат апарма. Себебі жатақхана кейде тар болады, кейде кең болады, бірақ лучше минимальный запаспен барған. Және 1-2 қалың киім, 1-2 жұқа киім деген сияқты көп киім апарбақ қой. Тем более сенің үйің жақын болса, менің үйім жақын болды, сондықтан мен 1-2 пакеттермен былай тасып жүрдім. Және келесі нәрсе, егер де үлкен қалаға көшетін болса, ол жақта сен по-любому шопиться етесің, күшті киімдер аласың, сондықтан ескі киімдердің уже жарамай қалады. Сондықтан аз киім апарема. Келесі кеңес, егер де сен үлкен қалаға, қымбат қалаға бар жатсаң, лучше гигиеналық заттар, жандай өзіңнің қолданатын заттарыңды өзіңнің туған қалаңда алып ал, арзан бағаға. Себебі просто жандай кейбір заттар, тарақ, айна дегендерді лучше өзіңнің қалаңнан арзанға сатып ал да, сосын сонымен уже көшіп бар. Вообще мен әлі күнге дейін көп заттарды Теміртаудан аламын, даже мен осы Астанада тұрып жатсам да. Ал төртінші кеңес, бара сала генеральный уборка жаса. Өзіңнің жататын жеріңді, әр бұрыштарын, терезені алдын. Және ол генеральный уборкаға не керек? Тряпка өзің үшін апар, сол желательно просто аямайтын, себебі ол жақ сен тұрған жаз бойы пустой болды, сондықтан просто аямайтын, то есть жуып бірден лақтыра салатын. Келесі одноразовый перчатки. Мен просто медицинский бар емес, кәдімгідей аптекада сататын сондай перчаткамен бардым. Просто бірінші күні ол жерінде 3 ай бойы ешкім кірмеген. Кім білет сенен алдың кім жатқанын ол жерге, сондықтан сөйтіп бәр нәрсені одноразовый алған жөн. Және үшіншісі ол порошок. Порошокты тоже өзіңнен үйін алып ал. Мен просто кішкентай мешокқа порошок салып алған едім. Сонымен бәр жерді жуып алдым. Жаңағыдай жататын жерді, терезені алдын, тумбаны бәрін. Солай бірінші күні өзің тап-таза болып жат өзіңнің бөлмеңде. Келесі кеңес өте маңызды. Осы кеңес арқылы сен болашақ 1 жылыңды қалай өткізетін тікелей байланысты болады. Ол қасындағы көршілермен тату болу. Пожалуйста, басқа адамдармен ұрса берме. Олар басқа отбасыдан келген, сен басқа отбасыдан келгенсің, басқа қаладан келгенсіңдер. Екеулердің екі тәрбие алғансыңдар. Ол үшін мынау бөлек нәрсе, сен үшін мынау бөлек нәрсе. Сондықтан бір-бірлеріңді тәрбиелеп, бүйтіп уақыт құртпаңдар. Барынша тату болыңдар көршілермен. Бір жаққа қыдырыңдар, солармен жақсы араласыңдар. Қазір таңда мен көршілерім арасында, бұрын көршілерім арқасында күшті жақсы араласамын. Ол өте маңызды. Келесі кеңес ол уборка жайлы. Өздеріңе бірғандай расписание немесе уборканың графигін жасап алыңдар. Және менің кеңесім қағазға жазыңдар. Понедельник мынағыз, вторник мынағыз, нандай. Сондықтан кесте ретінде болса тіптен жақсы. То есть істеген қыз просто мен істедім дегендей галочка қойып кетеді. Сол арқылы барлығы да көре алатын болады. Осы істепті, яғни өзінің
кезегінде орындапты деген сияқты. Және келесі нәрсе ол WhatsApp беседа ашу. Ол айтпай ақ орындалу керек нәрсе. Егерде көп қыз болсаңдар, онда WhatsApp беседа ашыңдар, сол жаққа өздерінің проблемаларын жаза аласыңдар. Қыздар, сенде мынандай бар ма деп сұрай аласыңдар. Короче, WhatsApp беседа ол өте маңызды. Және сол жақта отчет беріп отырасыңдар. Вот мен мусор төктім, вот мына жерді жудым, мынандай істедім, сондықтан өздеріңе де пайдалы және өздеріңде жақсы араласатын боласыңдар. Келесі ол ешқашан ерінбеңдер уборка істеуге, және барынша сендер көп уборканы істей берсеңдер, өздеріңде жақсы, күшті болып жүресіңдер, вот таза жерде, сондықтан ерінбеңдер. Келесі кеңес, бірінші кезде сен көршілермен бірге продукт алып, бірге тамақ істесеңдер болады. Менің жағдайымда мен қасымдағы қыздардың бәрінің расписаниялары әртүрлі болды, сондықтан ондай қатты іске аспады. Бірақ бастапқы кезге сөйтіп көріңдер, ақшаларды экономдайсыңдар. Кейін бара-бара мүмкін сен оның тамағын жей алмайсың, мүмкін ол сен тамағын жей алмайды деген сияқты әртүрлі вкустар болады. Сондықтан кейін уже бір-бірлеріңді танып, мүмкін уже екі түрлі тамақтарға көшесіңдер, сен өзің үшін дайындайсың деген сияқты. Бірақ бастапқы кезге ол өте жақсы вариант, ақшаларыңды үнемдейсіңдер осылай. Келесі кеңес, ол заттарыңа өте ұқыпты бол, себебі жатақханада білетінде адамдар көп және заттардың жоғалу пайызы мүмкіндігі өте жоғары. Сондықтан заттарыңды көп бәріне бере берме, ұқыпты бол, және кейде өзің қолданатын фен, плыка дегендерді лучше көпке көрсете берме. Сондықтан өте ұқыпты бол заттарыңа. Келесі, мен үшін екінші жылы проблема болған, ол Wi-Fi. Wi-Fi кейбір жатақханаларда бар, мен жатақханамда жоқ болды, сондықтан біз қыздармен бірге Wi-Fi-ға төлейтін едік. Жаңа бір кісі келіп бізге орнатып берді. Бірақ келесі жыл мен өз-өзіме Wi-Fi істедім. Бірақ ол мынандай Wi-Fi болды, то есть мобильный Wi-Fi қаз көрсетем. Осындай мобильный Wi-Fi. Просто қалтаңа салып жүресің, өзіңмен алып жүресің, всегда Wi-Fi мен жүретін боласың. Өте жақсы, өте ыңғайлы. Бірақ ақша жағынан қыздармен жиналып төлегенге жетпейді, себебі қыздармен более экономдайсың. Сондықтан Wi-Fi жағынан қатты уайымдама, осындай күшті нәрселер бар. Бірақ қыздармен бірге алсаңдар, одан да күшті. Мен қыздармен деп жатырмын, мені ұлдар да көретін шығар. Сондықтан бәріне де болатын кеңестер, уайымдамаңдар. Келесі өте маңызды нәрсе, мен қазір заттарды тізбектеп айтатын боламын. Чек-листқа кірісейік. Мен жаңа айтқан нәрсем, просто бірінші күні барып тазалау үшін керекті заттар и бірден тастай салатын, потому что басқа біреулердің кірлерін просто тастай сал. Сосын өзіңе на будущее өзің үшін посуда жуатын губка алып ал. Себебі общий губка қолданған дұрыс емес. Сондықтан өзіңнің посудаңды өзің жуатын губка алып аласың. Келесі екі тоже тағы да тряпка аласың. Біреу шаң сүртетін, тумбаны сүртетін. Келесі ол столдың үстін, тамақ жер алдын сүртіп аласың соған. Просто біреуі ас үйге, біреуі шаң сүртуге. Және желательно тоже полға өзіңе сатып алған. Бірақ мен кейін қыздармен алдым, бір қызбен, себебі бізде бір комната екі қыз ғана тұрдық, сондықтан екеуміз бір половой не сатып ала салдық. Бұл өзіңмен алатын заттар. Кейін уже қыздармен тұрып жатқанда бірге сыпырғыш аласыңдар, жаңағыдай швабра аласыңдар, тазик аласыңдар, егер де общагалар бермесе. Оны бара-бара уже қыздармен бірігіп аласыңдар. Ал қазір осыны өзің салып ал. Тазалық демекші, давайте до конца апарып тастайық осы тақырыпты. Және сабын аласыңдар, кір сабын алыңдар міндетті түрде. Кейде киімдеріңді өздері қолдарымен жуасыңдар. Және келесі нәрсе, ол әрине жеке гигиеналық заттар. Туалетная бумага міндетті түрде өзіңмен бірге алып барасың. Кейін уже сол жақта сатып ала саласың, просто бірінші кезге туалетная бумага, өзіңнің бетке күтім жасайтын заттарың, гель для душа, мочалка, то есть барлық кәдімгі күнделікті қолданатын өмірдегі нәрселеріңді просто сол жаққа апарасың. Келесі ол постельное белье. Жастыққа қап, простыня, одеяло, соны бәрін өзіңе сатып ал. Минимум біреу. Мен желательно екеу алуларды тілеймін, себебі біреуін жуғанда, аны киіп отқан кезде екіншісін саласыңдар, сөйтіп екеуін кезек-кезек ұстайсыңдар. Өздерінікі лично өздерінікі болсын. Кейде общага береді, басқа общагалар оказывается береді. Олардың алмаңдар, чой. Енді постельный бельеға ақша аяйсыңдар ғой, сондықтан өздерін сатып алыңдар.
Жатақханалар кейде жастық, көрпе, соның бәрін береді. Но егер жағдайларың келіп жатса, тасуға қиын болмаса, өздерін әкеліңдер. Там жастық, көрпе, төсек деген сияқты тоже өздерін әкеліңдер, жағдайларың бар болса. Және келесі нәрсе ол плед. Себебі сен қыста вдруг жатақханалар суық болады, сол кезінде жамыласың. Және оның келесі күшті функциясы пледтің сен постельное бельеға, енді күнделікті сен полностью бір күніңді, может быть, сен жатақханада сол кроваттың үстінде өткізесің. Сондықтан лучше жаңағыдай постельное бельенің үстіне сол пледті жабасың да, соның үстіне жатасың күні бойы. Сондықтан плед маған күшті ұнайды, маған плед апарған. Сондықтан саған да плед апаруды тілеймін, то есть рекомендую. Келесі ол ас үйге арналған заттар. Ол сковородка и кастрюля. Біреуін қуыруға, біреуін сорпа істеуге алып алыңдар. Менде екеуі де болды, өте күшті. Және сол тамақ істеткен кезіндегі үлкен ожау бар емес, соны араластыратын, тоже сондай алып алыңдар. Минимум 2 стакан алыңдар, себебі ыдыстар сынады. Сондай, және осындай пластмассовый аласыңдар, сынбайды, вообще жақсы. Уже пластмассовый контейнерлар, то есть қалдық тамақтарды, любой нәрсені сала аласыңдар ол жаққа. Там күріш, гречка тоже сала аласыңдар, сондықтан контейнер пластиковый тоже алып алыңдар. Чайник егерде рұқсат берсе ғана аласыңдар, немесе қыздармен бірге ақша қосылып аласыздар. Соңғысы лайфхак бонус ретінде осындай графиндер бар. Просто ішіне кәдімгідей краннан суды толтырып, сол суды тазартады. Қасымда қыздарда сондай болды, күшті, там астыға барып су толтырып жүрген жоқ, просто сол фильтрден ішіп жүрді. Келесі өте маңызды нәрсе ол аптечка. Өздерімен бірге керек дәрілерді алып алыңдар. Бас ауруға, іш ауруға, там аллергия, отравление, активированный уголь, парацетамол, соның бәрін алып алыңдар. Себебі кейін сендер іздеп жүрмейсіңдер, тем более вдруг басқаларда тоже жоқ, так что өздерімен бірге сондай дәрі-дәрмек алып алыңдар. Үлкен мешок, кішкентай мешок, соны тоже кішкентай запас алып алыңдар, бастапқы кезде ол керек болады. Келесі күшті кеңес ол удлинитель. Себебі кейде бір бөлмеде бірақ қана тоқ болуы мүмкін, сондықтан лучше удлинитель алып алыңдар өздерімен бірге. Келесі ол тапочки, резиновый алыңдар, потому что душқа барғанда үйге киіп жүретін тапочкаларын су болмайды. Просто резиновый тапочки алыңдар, сонымен жатақхананың ішінде де жүре бересіңдер, душқа барғанда да су болса су бола береді. Короче, резиновый тапочки. Ине жіп, не үшін алу керек екенін түсіндірмей қояйын, бірақ ине жіп керек болады. Сосын вешалки. Менің жағдайымда менің жатақханам берді вешалки, бірақ ол маған жетпеді, сондықтан өзім тағы да сатып алдым. Келесі ол үтік. Киімді үтіктеуге керек. Менде ондай болған жоқ, өкінішке қарай. Сондықтан мен басқа қыздардан тоже сұрап алдым, бірақ лучше өздерінде болған. Сосын вообще күшті нәрсе ол шашқа фен, утюжок, плойка, керек нәрселердің бәрін тоже өзімен бірге алып алдым. Бірақ оны көбіне көрсете бермей, а то сосын кейін бәрі сұрайтын болады. Как мен басқалардан тоже сұрадым. Келесі ол айна кәдімгідей, себебі ол жақта кішкентай айналар болмайды, және бетінді бояған кезінде керек болады. Вообще, помните, мен осы влогымды мен бірінші рет общагаға көшкенім, бірінші күндерді осы влогтан көре аласыңдар, күшті. Сол жақта, помните, мен айна жоқ деп айтқан едім, сосын қиналған едім. Вот содан кейін мен өзіме айна сатып алған едім, және сондықтан айна сатып алыңдар. Еще мына влог кеше ана болған сияқты, уже 2 жыл өтіп кетті осы влогтан, мәссаған. Келесі осындай контейнер, осындаймен сен ваннаға барыласың, душқа алған кезде ол жаққа бәрін сала аласың, немесе душқа арналған сумочкалар бар, су өткізетін, там сеткамен істелінген, сондай ала аласың. Менде сондай сумочка болды. Мынандайды мен тумбочканың ішіне салып қоятын едім, сол кезде өте ыңғайлы болды. Келесі ол күшті пижама алып ал. Прям күшті, там кардиган алсам болады, там үйдің ішіне киетін. Себебі кейін жатақханада сіздер туған күндер өткізесіңдер, там күшті фотоға түсесіңдер, сондықтан әдемі пижама сатып ал. Келесі осындай лампа, себебі кейде саған жұмыс істеу керек болады түнде, ал сенің көршің ұйықтап жатыр, немесе наоборот, сол кезде лампа өте маңызды. Өзіңе сатып аласың, немесе кейін көршілеріңмен бірігіп сатып аласың. Ал егерде наоборот сен ұйықтап жатсың, басқалар шулап жатыр, немесе свет қоса, онда саған маска для сна, просто көзіңе киіп аласың, сосын ұйықтай бересің. Және наушнигі көмектеседі. Білмеймін, наушники мені 2 жылы құтқарды. Ал келесі ол өте optional нәрсе, өте маңызды емес, бірақ ноутбук алып алғандарыңды тілеймін.
кеңес етемін, себебі енді сен студентсің, саған ноутбук по-любому керек. Ақшаларың жетсе, вообще принтер сатып алыңдар. Вот, ақшаларды үнемдейсіңдер, қыздармен бірге, то есть көршілермен бірге бір принтер сатып аласыңдар. Там егерде сендерде шығару керек нәрселер көп болса оқу барысында. Менде мысалы ондай опшып жоқ, себебі менің мамандығым режиссура, бізде шарту, рефератиндер вообще жоқ. Бірақ егер сендерге керек болса, өте күшті лайфхак деп білемін. Және толық чек-лист сендерге ыңғайлы болу үшін мен Telegram каналына сақтап қоямын. Сол жақта сен жолға шығайын деп жатқан кезде ашып тексере аласың, нені алдың, нені алмадың. Вот сондықтан Telegram каналға да тіркел. Сонымен менің чек-листі, менің кеңестерім осымен тәмам. Егер де мен бір нәрсе қалдырып кеткен болсам, ұмытып кеткен болсам, сендер міндетті түрде комментарийға жазып кетіңдер, басқаларға да өздерінің пайдаларды тигізіп. Менің инстаграмға тіркеліңдерші, достар, пожалуйста, мен күшті контент саламын сол жаққа, бірақ менде ол жақта подписчиктер аз. Пожалуйста, я. Сосын осы ютубыма тіркеліңдер, себебі осы сияқты пайдалы, қызықты видеоларды еш жерден таппайсыңдар. Сонымен сендермен болған мен Ару Асанхан. Сау болыңдар.